Қойшыбек, мүбәрәк, құбыжық. Үшінші бөлім. Сырттағылардың лақтырған тастары үйдің ана жер, мына жерінен тартылдап түсіп жатыр. Үлкендігі жұдырықтай бір тас үйдің ішін шыр айналып ұшып жүрген бүркіттің кеуде тұсына тарс ете қалды. Қабырғаға соғыла, құлай жаздаған бүркіт ащы бір шаңқ етті де, желпілдеп тұрған түндікті тесіп, аспанға қарай зулай жөнелді. Осы кезде барып, шал көзін ашып үйдің төбесіне бір қарады да, ыңырана күрсініп, белін буған арқанды асығыс босата бастады. Бірақ босатып үлгермей, бір тас шалдың қақ маңдайынан тиді де, шал бір жағына қарай жантайып құлап бара жатты. Бетіне шашылған судан есін жиған кемпірді бауырына қысып құшақтап отырған еркек: жаратқан ем, кесапатыңнан сақтай көр. Немізбен жақпай қалдық екен саған, деп өзінің екі саусағы түбінен жұлынған мұқыл қолына қарап, күңірене ауыр күрсінді. Манадан бері алғашқы орнынан бүрсініп ыңырана сандырақтап отырған балаң жігіттің жанына барды да, бетінен аямай шапалақпен осып жіберді. Сонда барып жігіт есін жинап: Маран аға, анау не болды? Өзім сенбей қалдым. Сұмдық, деп сөйлей бастап еді. Ана кемпірдің қасына бар, еш нәрсе етпейді, қорықпа, деп Зеки сөйледі де, жігіттің қолынан демеп тұрғызып жіберіп, өзі бақсы шалдың үйін қоршап алып, тас жаудырып тұрғандарға қарай жүгіре жөнелді. Тоқтат, түге, естерің ауысқан ба? Тоқтатыңдар. Оның саңқ ете түскен дауысынан шулаған жұрттың барлығы бірдей, кейбірі еңкейген қалпы, кейбірі алақандарындағы әртүрлі пішіндегі тастарын мыта ұстаған қалпы тұрып қалды. Тоқтаңдар, жарқындарым. Айдаладағы бейшара шалда нелерің бар? Батырлықтарың ұстап бара жатса, бірін өлтіріп, бірін тірідей алып кеткен ана құбыжықтың артынан неге бармайсыңдар? Осы кезде бағана баланы сүйрей жөнелген сармойнақ төбет, етегіне оралып жүрген келіншек тағы баж ете қалды да, құбыжық кіріп кеткен қарағайға қарай: Құлыным-ау, құлыным, деп аңырап тұра кеп жүгірді. Ұстан аны, жазым болады, жіберме. Маран аға тағы саңқ ете түсті. Жақын тұрған бір сарагідір әйел екі ағаттап әйелді қуып жетті де, қолтықтап адамдардың арасына қарай сүйрелеп келеді. Абыстай, жіберші. Жар дегенде жалғыз құлыным ғой. Ағекем-ау, бір көмегіңді берсеңші. Адамдар-ау, неге тұрсыңдар? Менің құлынымды тауып берсеңдерші. Оның жылау араласқан соңғы сөздері ұғылмай қалды. Маран ағаға бүкіл ауылдан қарсы тіл қайтаратын ешкім шықпады. Бәрі түстері түсті, тістерін шықырлатып, шалдың үйін ішіп-жеп қарап тұр. Маран аға үйдің сыртқы қайырма есігін сілкіп, төбесіне қарай лақтырып тастады да, жарма есікті шиқ еткізіп ішкеніп кетті. Үй ішінде шал бір жағына жантайып, аузынан ақ көбік ағып, талықсып жатыр екен. Ішін бунаған, арқанынан ауырсынып, әлсін-әлсін ышқынады. Шалдың беліндегі жіпті босатып, сыртқа алып шыққан Маран аға қаумалаған жұртқа зілдене: Бұл шалдың не жазығы бар? Керек десеңдер, осы зұлматты тоқтататын тек осы шал ғана. Дегенде манағы қарағайға қарай баласының артынан жүгірген әйел енді шалға қарай жүгірді. Қасиетіңе бас иейін, атекем-ау, менің құлынымды құтқаршы, деп шалдың алдына құлай кетті. Бақсы шалда есінеп, орнынан қыбырлап тұрып келе жатты. Ауылдың бар адамдары бақсы шал мен Маран ағаның жан-жағын қаумалап қоршап тұр. От жағыңдар, өшірмей жағыңдар. Бүгін аспан ашық болып тұр, жаңбыр жауа қоймас. Жан-жақтан от жағып, соның маңайынан кетпеңдер деп бұйырды бақсы. Ілезде лаулап от жанды. Қарағайдың қу бұтақтары шатырлап жанып жатыр. Жалғасы бар.